Бала Алланың аманаты. Ата-ана оның қамқоршысы ғана. Сол себепті де ата-ана баласына дұға етуді ұмытпауы керек. Бірақ көп ата-аналар балаларына қалай дұға етерін білмей жатады. Сондықтан сіздерге мысал ретінде бүгінгі видеода үлгі көрсеткім келіп отыр. Жалпы мен балаларым үшін қалай дұға етемін, жалпақ тілде қысқа да нұсқа түсіндіретін боламын. Баршаңызға ассалаумағалейкум, менің есімім Каусар. Бүгінгі видеода сіздерге балаларым үшін қалай дұға ететінімді айтып бергім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін, мүмкін сізге пайдасы тиіп қалар. Барлық ата-ана баласының жақсы болуы үшін дұға етеді. Мен де сіз сияқты анамын, менің де кішкентай 2 бөпем бар, және мен олар үшін бұлай дұға етемін. Ең алдымен мен олардың әрбір кезеңін Алла тағаладан сұраймын. Мысалы, қазір менің 4 жастағы ұлым, 1 жастан асқан қызым бар. Қазіргі кезеңдерінен бастап сұрасам, Раббым, менің кішкентай балаларыма мықты денсаулық бер. Аллахым, оларды тіл көзден, сиқырдан, жаман нәрселердің барлығынан сақтай көр. Өзің оларды қорғап қой. Оларға бақытты балалық шақ нәсіп еткейсің. Олардың балалық шағын есте қаларлықтай жарқын ет. Өмірлерінің соңына дейін санасына, ойына әдемілік, тазалық нәсіп етіп, иманды, көркем мінезді, адал, мейірімді ете көр. Рахымды Раббым, оларды мектеп кезеңінде, университетте, жалпы қай жерде білім алса да, білім алуын жеңіл етіп, зейінін аша көр. Білімдерінің жүрекке жеңіл әрі көркем түрде қонуын нәсіп еткейсің. Оқуда, өмірде жолын аш. Жақсы достар, жақсы орта бұйырт. Аллахым, олар бала кезден бастап саған дұрыс құлшылық етуді, саған ерекше ықыласпен, махаббатпен құлшылық етуді үйренуін нәсіп еткейсің. Болашақта құлшылықтарын тастамайтын, намаздарына, құрандарына бекем болатын құлдар қатарынан қылғайсың. Рахымды Раббым, оларды өздері сүйетін және оларды да сүйетін, жақсы көретін пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламмен Хадишадай ерекше көркем махаббаттың иесі болатындай жақсы жар нәсіп еткейсің. Алла тағалам, оларға салихалы, ізгі, хайырлы ұрпақ нәсіп ет. Сонымен қатар саналы, білімді, өзіңнің сүйген құлдарыңның қатарынан қыла көр. Алла тағалам, балаларыма болашақта 2 дүниеде де пайдалы болатын жұмыс нәсіп еткейсің. Олар ешкімге ешқашан мұқтаж болмай, тек қана өзіңе ғана мұқтаж болатын және қандай кәсіп бастаса да сол кәсіптері берекелі болуын нәсіп еткейсің. Аллахым, олар өз уақытының абыройлы, беделді, бай, тақуа құлдарыңнан еткейсің. Өзім үлгі бола алмаған жақсылықтарды оларға нәсіп ет. Менің дұғам олардың қорғаны болсын. Алла тағалам, олардың кәрілік шақтарын сондай жақсы еткейсің. Әдемі қарттық нәсіп ете көр. Олардың әрбір кезеңі сен жақсы көретіндей, сен сүйетіндей болуын нәсіп еткейсің. Рахымды Раббым, мен үнемі балаларымның қасында бола алмаймын. Бірақ сен үнемі олардың қасындасың, үнемі оларды естейсің, үнемі олардың дұғаларын қабыл етесің. Рахымды Аллахым, мен оларды жақсы көремін. Бірақ мен шексіз сенімдімін, сен оларды менен қатты жақсы көресің. Алла тағалам, балаларымның 2 өмірін де берекелі ете көр. Оларды осы дүниеде 5 парызында орындап кеткен құлдар қатарынан ете көр. Оларға фирдаус жәннатын нәсіп ете көр. Балаларымызбен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға көрші болуымызды нәсіп ете көр. Дәл осылай намазда немесе былай да дұға етіп Алладан сұрасаңыз болады. Дұғаны бастағанда да қалай бастау керек, қалай Алладан сұрау керек әдептері бар. Дұға етер кезде ең алдымен ниетімізді түзейік. Дұғаны мына ретпен бастауға болады. Бірінші, Аллаға мақтау айтып бастау. Я Раббым, сен барлығының Раббысысың. Сенен басқа ешқандай құдірет иесі жоқ. Екінші, пайғамбарымызға салауат айту. Аллахумма солли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Үшінші, кешірім сұрау. Я Раббым, мен күнәларымды мойындаймын, кешіре көр деп қарапайым дұғалар арқылы бастасаңыз, балаңызға жасаған дұғаңыз міндетті түрде қабыл болады. Балаға білім, тәрбие беру маңызды, бірақ ең үлкен қолдау ата-анасының дұғасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде ата-ананың баласына жасаған дұғасы қабыл болатын дұғалардың бірі деген. Термизи риуаят еткен. Демек, дұға жай сөз емес,
ол рухани қорған. Баланың болашағы дұғамен өрілгенде ғана нұрлы болады. Сіз тілеген әр ізгі тілек бір-бір кірпіш сияқты. Солардан болашағының үйі тұрғызылады. Балаңыз үшін ең жақсы мұра мейірім мен дұға. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Арнаға тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.